қой жұрттан қалсам болмас деп трендте жүрген дубайский шоколадты жасауға кірістім. Қанша ақша кеткенін видео соңында айтатын боламын. Алдымен бізге катаефи деген өзінің арнайы осындай тестасы қажет. Кішкентай бөліктерге бөліп, табаға сары майымызды ертіп, осы тестаны жақсылап қызартып қуырып аламыз. Одан кейін үстіне фисташковый пастамызды қосып, жақсылап араластырамыз, бір келікті масса дайындаймыз. Келесі кезекте шоколадты ерітеміз. Мен кәдімгі қайнап тұрған судың үстінде шоколадты ерітіп дайындап алдым. Одан кейін арнайы формаға осылай құйып шығамыз. Бір ұрғылап жіберіңіздер, барлық жері бір тегіс болу үшін. Одан кейін тоңазытқышқа не болмаса мұздатқышқа 10-15 минутқа қалдырсаңыздар болады. Келесі кезекте жаңағы дайындап қойған фисташковый пастамызды осылай барлық жеріне біркелікті етіп төсеп, қалған шоколадымызды үстіне осылай жағып шығамыз. Одан кейін мен мұздатқышқа 10-15 минутқа қалдырдым. Сол аралықта формасы қатып, жақсы болып шықты. Менде дәл осы 2 дана шоколадты жасауға 8700 теңге кетті. Жалпы сіздер сатып алып жеп көрдіңіздер ме?